Жалпыңызға сәлем. Құрметті менің көрермендерім. Ең бірінші әрине сіздерді кіріп келген 2025 жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Алла қаласа 2025 жыл тек жақсылыққа толы болсын деп тілеймін. Ал бүгін біз өттің іркілу, яғни өттің толуы деген не? Оның белгілері қандай және кімге өт айдайтын дәрілерді ішуге болмайды? Өттің іркіліп толу кезінде қалай тамақтану керек деген сияқты сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Оған қоса бұл видеодан сіздер өтті тазалап, өттің толуын емдейтін, өттің дұрыс ағуын қамтамасыз ететін, қандай табиғи жолдар бар екенін және де қай кезде дәрігерге көріну керек екенін білетін боласыздар. Сонымен қатар өзіміздің қазақтардың тамақ ішіп болған соң ең көп жасайтын қателіктерін айтып беретін боламын. Жалпы сіз өттің дұрыс ағуы денсаулық үшін қаншалықты маңызды екенін білесіз бе? Оған қоса өттің дұрыс жұмыс істеуі сіздің ұзақ өмір сүруіңізге тікелей қатысы бар. Бұл видео денсаулығыңызды жақсартуға көмектесетін пайдалы кеңестерге толы. Сол себепті видеоны соңына шейін көріп шығып, лайк басып арнаға тіркеле кетіңіз. Тура бір ай алдын салынған бауырды үй жағдайында емдеу туралы видеом 2000 ғана оқырманым болса да 24 000 қаралым жинапты. Бұл әрине керемет көрсеткіш. Ең қызығы, сол 24 000 адамның 97% видеоны арнаға тіркелмей көрген екен. Сол себепті менің видеом ұнап жатса, еңбегімді бағалап, арнаға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Мен міндетті түрде жауап беретін боламын. Оған қоса менің арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыз, келесіде шығатын басқа да сізге пайдалы видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Ал ендеше бастайық. Өт біздің бауырымызда өндірілетін және өт қабында сақталатын сұйықтық. Оның негізгі бірнеше қызметі бар. Ең бірінші қызметі ол майларды қорыту. Өт асқазан ішек жолында майларды эмульгациялау, яғни ұсақ тамшыларға бөлу арқылы олардың ыдырауын жеңілдетеді. Бұл процесс майлардың ферменттермен жақсырақ қорытылуына ықпал етеді. Келесі қызметі ол біздің ағзамыздағы токсиндерді және қалдықтарды шығаруы. Өт арқылы бауыр ағзадағы зиян заттарды, дәрі-дәрмектердің қалдықтарын және гемоглобиннің ыдырау өнімдерін, мысалы билирубинді шығарып отырады. Өттің келесі қызметі ол қышқылдықты реттеу. Өт 12 елшекке бөлінгенде ол асқазаннан шыққан қышқыл асқазан сөлін бейтараптандырады. Бұл ішек ферменттерінің жұмыс істеуіне қолайлы орта қалыптастырып отырады. Тағы бір өттің қызметі ол баршамыз естіген холестериннің ағзадан шығуы өттің көмегімен жүзеге асатынын біле жүрміз. Біздің ағзамыздағы өттің атқарып жүрген тағы бір маңызды қызметі ол асқазан ішек жолдарының қозғалғыштығын жақсартуы. Өт ішек перистальтикасын, яғни қозғалғыштығын ынталандырады. Бұл тамақтың ас қорыту жүйесінде дұрыс қозғалуын қамтамасыз етеді. Егер өт ішектен тыс көп бөлінген жағдайда іштің тоқтамай сұйық рет шығуы болуы мүмкін. Ал өт бөлінуі тым аз болса, іш қатуы байқалуы мүмкін. Себебі ішектердің моторикасы бұзылады. Өттің бұл қызметтерінің барлығы ас қорыту мен ағзаның жалпы денсаулығы үшін өте маңызды. Енді осы өттің дұрыс ақпай, өт қабында өттің толуы, қоюлануы бірнеше себептерге байланысты. Оларға майлы, ащы тағамдарды көп тұтыну, аз қимылдау, стресс және тағы басқа себептер алып келеді. Өт толуының белгілері қандай? Олар көп жағдайда іштің оң жақ бөлігінде ауырсыну, яғни оң жақ бүйірде, жүрек айну, терінің сарғаюы, ас қорытудағы проблемалар, іш өтіп сұйық дәреттің пайда болуы, іштің желденуі, изжога түрінде болады. Егер сізде тамақтанып болған соң оң жақ қабырғасында қатты ауырсыну пайда болса, үй жағдайында не істеуге болады? Ол ауырсыну әдетте өттің шығу жолдарында өт тасының бітеп қалуында немесе өт қабырғасының бұлшықеттерінің спазмынан, яғни тарылуынан пайда болуы мүмкін. Бұл кезде ауырсыну өте қатты болады. Сіз оң жақ бүйіріңізді ұстап, ыңғайлы поза іздеп, еңкейіп, не болмаса диванға жатып, қисая кетесіз. Ол ауырсынуды дәрісіз басу үшін оң жақ қырыңызбен жатып, қабырғасына жылы грелка қойып көрсеңіз болады. Олай жатқан кезде өт жолдарынан өттің ағуы жеңіл болады және өт қабына түсетін қысым азаяды. Ал қабырғасына қойған жылудан өт бұлшықеттері босаңсып, өт жолдары кеңейіп, ауырсыну аз-аздан басылады. Ал егер бұл әдіс көмектеспеген жағдайда барлығымыз білетін спазмолитик дәрі ношпаның бір таблеткасын қабылдаңыз. Ал егер сізде ауырсыну күшейсе, құсу, лоқсу пайда болса, дене температураңыз артса, онда жедел жәрдем шақырып ауруханаға барған абзал. Бір ескере кететін жайт, өт жолдарының спазмы кезінде аспирин, ибупрофен қабылдауға болмайды. Олар өт қабырғаларының тарылуын күшейтеді. Ұмытпаңыздар. Өт қабындағы өттің іркілуі, орысшалап айтқанда застой желчи дегеніміз не? Қалыптыда біз тамақ ішкен сайын өт қабынан өт жолдары арқылы өт 12 ішекке бөлініп отыру керек. Ал өт іркіліс кезінде өт бөлінбейді. Әдетте өт қабында 30-50 мл өт болады. Өт қабы ол өтті уақытша сақтауға арналған бак секілді.
Негізі өт бауырда бауыр жасушалары гепатоциттермен өндіріледі де өт қабына келіп құйылады. Ал енді сол өт неге іркіліп, бөлінбей өт қабында толып кетеді? Ең жиі себебі ол тамақтану аралығының ұзақ болуы. Себебі біз тамақ ішкен кезде ғана өт 12 елшекке бөлініп отырады. Сол себепті тамақ ішу аралықтары алшақ болса, өт қажет болмай, өт қабында іркіліп тұрып қалады. Өттің ақпай іркіліп қалуының тағы бір себебі ол өт қабында немесе өт жолдарында өт тастарының болуы. Өт тастары өт жолдарын бітеп немесе тарылтып тастайды. Келесі өт іркілуінің себебі ол өт қабының қабынуы, холецистит. Ол әдетте инфекциялық агенттер, вирустар, бактериялардың кесірінен немесе бауыр жұмысының бұзылуы нәтижесінде пайда болады. Өткен жолы мен бауыр аурулары туралы керемет видео түсірген болатынмын. Көріп шығыңыздар міндетті түрде. Сіздерге пайдалы болатынына мен сенімдімін. Мінекей мына жерде шығып тұратын болады. Өт неге қою болып кетеді? Оның қою болуына біздер қабылдайтын дәрілік препараттар да әсер етеді екен. Ол дәрілер кальций препараттары, жүктіліктің алдын алатын дәрілер, гормоналдық дәрілер, орынсыз қабылданған антибиотиктер, әртүрлі дәрумендерді шектен тыс қабылдау. Мінекей осы дәрілер өттің қойылуына алып келеді екен. Оған қосымша айта кетсем, стресс, уайымдау өттің қойылуына алып келеді. Сіз қатты бірдеңені уайымдап, мазасызданып, күйгелектеніп кеткенде ағзада адреналин және кортизол деген гормондар бөлінеді. Ал олар өттің қоюланып, уақыт өте келеді, өт тастарының пайда болуына алып келеді. Сол себепті стресстен аулақ болыңыз. Не себепті өтпен мәселелер туындағанда буындар ауырады? Біздің буын сұйықтығымыз су мен әртүрлі майлардан тұрады екен. Сол буын сұйықтықтары арқылы біздің буындарымыз қоректік заттарды алып отырады. Ал сол майлардың құрамында холестерин де бар. Өт қабының қызметі бұзылғанда майлардың алмасуында да өзгерістер пайда болады. Себебі өт майларды ыдыратуға қатысады. Нәтижесінде біздің буын сұйықтығымыздың құрамы өзгереді. Ол қоюланып, қоймалжың болып кетеді. Сөйтіп буындардың қызметі бұзылады. Бізде ол буындардың ауруымен көрінуі мүмкін. Ал сол буын сұйықтығының құрамындағы судың мөлшерін көбейту үшін түрлі балғын жеміс-жидектерді тамақтану рационына қосып отырсаңыз, буын сұйықтығы сұйылып, буындарыңыз сізге рахмет айтатын болады. Ол жемістерге мысалы шиені, черешні, яғни алшаны, қарбыз, қауын, құлпынайды жатқызуға болады. Қандай тағамдар біздің өт қабымызға дұрыс жұмыс істеуге көмектеседі? Ондай тағамдарға құрамында магний көп жаңғақтар, түрлі дәнді дақылдар, шпинат, банан, сарымсақ пен пияз жатқызамыз. Бұлар жалпы ас қорыту жүйесінің қызметін жақсартуға көмектеседі. Ал өт қабының ауруларын алдын алғыңыз келсе, құрамында клетчаткасы көп балғын көкөністер, жемістер, бүтін дәнді дақылдар, пайдалы майлар, мысалы зығыр майын, түрлі жаңғақтарды, қызыл балықты тамақтану рационына қосып отыруыңыз керек. Естеріңізде болсын, бауыр өтті үнемі тоқтамай бөліп отырады. Бөлінген өт ол өт қабына келіп құйылады. Ал егер өт қабында өт толып, қолданылмай ұзақ тұрса, ол қоюланып, өт тастарының пайда болуына алып келуі мүмкін. Ал өт қабы қай кезде жиырылып, өтті 12 елшекке бөледі, егер біз майлы тамақ ішетін болсақ. Сол себепті пайдалы майларды қолданып отыру керек. Сонда өт қабындағы толып тұрған өт шығып отырады. Егер пайдалы майларды тамақпен бірге қабылдап отырмасақ, өт жағдайының жалпы қиындайтыны белгілі. Өт қабының жіті ауырып қабынуы кезінде майларды қолдануды азайту керек, келісем, бірақ толықтай майларды алып тастауға болмайды. Пайдалы майларды қолданып отырыңыз. Пайдалы майдалар авокадоның құрамында, грек жаңғағында, миндальда, арахис, яғни жер жаңғақта, фундукта, кунжутта, күнбағыстың, асқабақтың дәндерінде, оған қоса зәйтүн, күнбағыс, арахис майында, балықтарда, лососта, тунецте, скумбрияда өте көп кездеседі. Кімге өт айдайтын дәрілерді ішуге болмайды? Әдетте өт толып тұрып қалғанда іркіліс пайда болады. Оны өт айдайтын дәрілік шөптермен немесе өт айдайтын дәрілермен жүргізуге болады. Мысалы, силимарин деген әсер етуші заты бар, сүташаған деген өсімдік арқылы. Силимарин бауыр мен өт қабының жұмысын қалыпқа келтіруге көмектесетін, өт тастарының пайда болуына және холециститтің дамуына жол бермейтін, өттің өндірілуін және ағуын ынталандыратын зат. Сүташаған өсімдігінің орысшасы расторопша. Дәріханаларда осы өсімдік негізінде жасалып, карсил деген атпен сатылады. Бауыр мен өт қабын бір мүше деп санасақ, үй жағдайында бауырды қалай емдеуге болады деген тақырыпқа мен мынандай керемет видео түсірген болатынмын. Өткен жол мінекей көрсеңіздер болады, мына жерден де шығып тұрады. Сонымен кімге өт айдайтын дәрілер ішуге болмайды?
Егер сізде өт тас ауруы болса, яғни өтіңізде тастар болса, өт айдайтын дәрілерді қабылдамау керек. Себебі өт айдау кезінде тастар қимылдап, сізде өт қабында қатты ауырсынулар болуы мүмкін. Не болмаса тастар өт жолдарына түсіп, бітеп тастауы мүмкін. Ал ол кезде хирургиялық операция қажет болады. Кейде көрсеткіштер болса, өтті де алып тастайды. Сол үшін бірінші өт қабын ультрадыбыстық зерттеу арқылы қарап алған дұрыс. Тастар бар ма, жоқ па? Келесі өт айдауға қарсы көрсеткіш ол өт жолдарының дискинезиясы бар науқастар. Өт жолдарының дискинезиясы деген ол өт қабынан 12 елшекке өт жолдары арқылы ағуының бұзылуы. Оған қоса гепатит ауруында, бауыр циррозында өт айдайтын дәрілерді қолдануға болмайды. Тамақтанудан 30 минут алдын аздап ыстық су ішудің қандай пайдасы бар? Білесіз бе? Тамақтанудан алдын шамалы ыстық су ішсеңіз, өтіңіз қою болса, ол сұйылады. Ал сұйық өттің өт жолдарымен ішекке ағуы да жақсы болады. Жалпы таңертең тұрғанда 1-2 стакан жылы су ішуді әдетке айналдырсаңыз, өт қабы дұрыс жұмыс істейтін болады. Себебі су жоғарыда айтқандай өтті сұйылтып, өт тастарының қалыптасуының алдын алып, сіздің денсаулығыңызды жақсартып, ұзақ өмір сүруіңізге көмектеседі. Сонымен, біздің көпшілігіміз тамақ ішіп болған соң жасайтын қателіктерге де келіп жетті. Бірінші қателік ол тамақты аса тойып ішу. Ең жақсысы тамақтануды 4-5 ретке бөліп, аз-аздан ішкен дұрыс. Бұл ас қорыту жүйесіне күш түсірмей, асты сапалы сіңіруге көмектеседі. Екінші қателік майлы, етті тағамды жеп болған соң артынан бірден шай немесе түрлі дәмді суларды ішу. Кез келген қосымша сұйықтық асқазан сөлін сұйылтып тастайды. Нәтижесінде асқазандағы асқазан сөлінің концентрациясын төмендетіп, осылайша тағамды қорыту процесі баяулайды және бұзылады. Содан соң біз асқазан тұсында ауырсынуды сеземіз. Сол себепті тамақтан болған соң сұйықтықты кем дегенде 30 минуттан соң, ал ең дұрысы 1 сағаттан соң ішкен абзал. Сонда ішкен асыңыз дұрыс қорытылатын болады. Үшінші қателік. Тамақ ішіп болып, жата кетіп ұйықтау. Асқазан шектен тыс асқа толы болса, өт қабының өтті дұрыс бөлуіне кедергі жасайды. Оған қоса біздің ағзамыздағы тамақты тік күйде қорыту ыңғайлырақ. Ал адам жатқанда ас қорыту процесі баяулайды. Бұл кебулерге, кекіруге немесе асқазан тұсында күйдіруге, яғни изжогаға әкелуі мүмкін. Тамақтан болған соң 2-3 сағаттан кейін барып қана ұйықтаған жөн. Ол уақыт ішінде біздің ішкен асымыз асқазан сөлімен өңделіп, жіңішке шекке өтіп кетеді. Содан кейін рахаттанып ұйықтай берсеңіз болады. Сонымен барлығын қорытындылайтын болсақ, өттің іркілмеуі үшін не істеу керек? Ең бірінші, жатар алдын тамақты тоя жеуден сақ болыңыз. Себебі тамаққа шектен тыс толған асқазан өт қабының жиырылып, босаңсып, өтті бөлуіне кедергі жасайды. Соңғы тамақ ішуіңіз жатарға шейін 2-3 сағат алдын болған дұрыс. Егер қатты тамақ ішіңіз келіп тұрса, айран іше салыңыз. Күніне 4-5 рет аз мөлшерден тамақтаныңыз. Сонымен қатар пайдалы майларды тұтынуды ұмытпаңыз. Олар қандай майлар? Жоғарыда айтқан болатын. Құрамында клетчаткасы бар көкөністерді, түрлі жеміс-жидектерді де ұмытпай қолданыңыз. Және соңғы маңызды кеңес ол әрине сұйықтықты күні бойы қабылдап отыруды ұмытпағаныңыз жөн. Тамақтанардан 30 минут алдын 1 стакан шамалы ыстық су ішіңіз. Бұл сіздің өт қабыңызға өте пайдалы болады. Видеоны көріп болсаңыз, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз ойыңызды немесе сұрағыңызды жаза кетіңіз. Алла қаласа, келесі видеода сіздерге өт тас ауруын талқылап беретін боламын. Жіберіп алмау үшін арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік. Келесіде өт тас аурулары туралы видеода жолыққанша сау сәлеметті болыңыздар.